Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып, әрі үлпілдей керемет болып шығатын бауырсақтың рецептісін бөлісетін боламын. Сіз дәл осы рецепттен бір дайындағаннан кейін келесі жолды тура осылай дайындайтын боласыздар. Достар, менің сіздерге бір өтінішім бар. Төмендегі подписаться батырмасын басып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өйткені менің арнамда көптеген мерекелік дастарханға арналған түрлі салаттардың, пирогтардың және де сондай-ақ ыстық тағамдардың оңай әрі тез жасалатын рецепттері бар. Ал ендеше достар, біз бауырсақтарымызды жасалу жолына кірісетін боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды және қантымызды, тұзымызды салып, осылайша венчикпен араластырып аламыз. Кейін үстіне ашытқымызды салып, шамамен 10-15 минутқа апарамыз, көтерілгенше бетін жауып, бір шетке қоятын боламыз. Ал ендеше бөлек ыдысымызға сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Жұмыртқамызды, сары майымызды және де бұл менде қаймақ емес, майонез, осылай бір араластырып аламыз. Барлық ингредиенттеріміз жылы бөлме температурасында болғаны жақсы. Енді жаңағы апарамызды аламыз. Міне менде жақсы керемет болып көтерілген. Енді осы екі бір-біріне қосып, үстіне ұн салатын боламыз. Ұнды қосқанда, достар, 2 бөліп, 3 бөліп қосатын боламыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан кейде көп қажет болады, кейде аз қажет болатын болады. Ары қарай жұмсақ бауырсақтың қамырын илейтін боламыз. Қамырды илей тұра осылай күнбағыс майын астына, қамырдың үстіне жақ жіберіп, және де ыдысымызды да осылай сұйық маймен бір жақ жіберсеңіздер, көтерілгенде жақсы көтерілетін болады. Біздің бауырсағымыз енді бетін жауып, жылы жерге шамамен 1-1,5 сағатқа көтерілгенін күтетін боламыз. Менің бауырсағым тура 1,5 сағатта әдемі болып көтерілді. Енді қолымызды майлап бір қайтарып аламыз және де қамырымызды 2 бөлікке бөлетін боламыз. Бауырсақтарымызды дайындамас бұрын үстелдің үстіне осылай сұйық майымызды жағып алыңыздар. Біздің бауырсақтарымыз сол кезде қолымызға да және столымызға да жабыспайтын болады. Егер ыңғайлы болса, оқтаумен жазсаңыздар болады, немесе тура мен сияқты қолмен жазып жіберсеңіздер де болады. Бауырсақтың қамын тым қатты жұқа қылып жаймаңыздар, және де қатты қалың қылып та жаймаңыздар. Егер формасын осылай мен сияқты дөңгелек формада қаласаңыздар, кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Осылай барлығын дөңгелектеп жасап шығатын боламыз. Және де сондай-ақ мына шетіндегі қалып қойған қамырымызды алып, кейінде тағы да бауырсақтар жасайтын боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттерді салатын боламыз. Енді біздің бауырсақтарымыз көтерілгенше тавамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, егер де үйіңізде тоң май болса, малдың майы болса, міндетті түрде қосып көріңіздер. Бауырсақтарыңыз майлы болмайды, әрі бойына сіңірмей дәмді болып піседі. Сондай-ақ тоң майдың дәмі бауырсақтарға сіңбейді, ерекше бір өзінің дәмін келтіріп тұратын болады. Бауырсақтарымыз көтерілгеннен кейін жайлап тоң майымыз ерігесін бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Оттың астын бірінші қыздыратын кезде қатты шығарып аласыздар. Кейін піскеннен кейін оттың астын орташадан төмен қылып, сәл баяулатып қойсаңыздар. Өйткені қатты қызған майда пісірсеңіздер, бауырсақтардың беті қызарып, арасы піспей қалатын болады. Достар, грамдарын, мөлшерлерін төменгі описанияға жазып кететін боламын. Осы видеоның атауы жазылған жерде бассаңыз, описание бөлімі шығатын болады. Құрметті көрермендер, Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы бауырсақты жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген пайдалы, қажетті рецептер салатын боламын. Сіздермен болған Анар Елемесқызы. Ас болсын.